Тоқаев халықтың көңілінен шығамын десе, ескі кадрларды отставкаға жіберу керек. Президент егер халықтың көңілінен шығамын, қазақ халқын бақытты күндерге жеткіземін десе, бұрыннан дайын асқа өтірік есепке әбден үйренген, сонымен халықты алдап келген министр әкімдерді отставкаға жіберу керек. Бұл пікірді белгілі ақын жазушы, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі Ербол Бейілхан Адырна порталының тілшісіне берген сұхбатында айтты. Менің бір таңғалатыным, бізде 30 жыл ішінде мынадай жүйе қалыптасқан. Міндетті түрде президент айтуы керек. Президент айтса ғана орындалады. Министрлер, әкімдер ескереді. Егер президент айтпаса, ештеңе істемейді. Мынадай заңды сұрақ туады. Президент айтпаса, бұлардың өзінің басы жоқ па? Өзінің идеясы жоқ па? Бұлардың өздерінің жоспары қайда? Қалай облысты басқарып отыр? Қалай министр болып отыр? Өзінде бір идея болмаса, жұмыс істейтін деген құлшыныс болмаса, дейді Ербол Бейілхан. Ақынның айтуынша, бұл 30 жыл ішінде қалыптасқан кері дәстүр. Президенттен бастап анау төменгі салаға дейін жалғасып келе жатқан кері дәстүр мектеп, ауыл әкімшілігіне дейін кетті. Ауыл әкімінің өзі қарапайым бір бөлімнің басшысы. Егер оған аудан әкімі айтпаса, аудан әкіміне облыс әкімі айтпаса, облыс әкіміне президент айтпаса, ештеңе істемейді. Таң қалатын жағдай. Сондықтан жоғарыға қарай жалтақтай бермей, нақты іс істейтін кадрларды тарту керек. Бұл жерде тағы мынадай заңдық сұрақ туады. Ескі кадрмен жаңа Қазақстанда қалай құрамыз? Ескі кадрмен жаңалық ашу мүмкін бе, дейді жазушы. Ербол Бейілханның айтуынша, егер Тоқаев халықтың көңілінен шығамын десе, ескі кадрлармен қош айтысуы керек. Президент егер халықтың көңілінен шығамын, қазақ халқын бақытты күндерге жеткіземін деген ұлы мақсаттарын орындағысы келсе, идеясы жоқ, ойы мешел, жоспары ескі кадрлардан құтылуы керек. Бұрыннан дайын асқа өтірік есепке әбден үйренген, сонымен халықты алдап келген министр әкімдіктерді отставкаға жіберу керек. Оларға халықтың сенімі жоқ. Қазір Тоқаевтың өзіне Қазақстан халқы 100% сенеді деп айту қиын. Біз әлі күнге дейін тек сөз естіп отырмыз. Сөз көп, нақты әрекет жоқ. Осылай келе жатырмыз, деді Ербол Бейілхан.